Сәлем, сәлеметсіздер ма? Біз енді парабола және оның графигі деген сабағымызды жалғастырайық. Біз өткенде үшінші жаттығумен тоқтағанбыз, енді төртінші жаттығу. Егер сізге осы тақырып қызық болатын болса, қажет болатын болса, каналымызға тіркеліңіз, ұнап жатса, лайк басыңыз және достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіз. Енді төртінші жаттығуымыз мынандай болсын. Y тең -3 көбейтілген x -1-дің квадраты. Осы параболаның графигін сал деген есеп. Графигін сал. Графигін сал. Яғни біз алдымен параболаның төбесін табуымыз керек. Төбесі қай жерде жатыр? Төбесін табу үшін y тең 0 деген y-ті 0-ге теңестіріп алайық. Y-ті 0-ге теңестіретін болсақ, бізде -3 көбейтілген x -1-дің квадраты. Яғни бұдан x -1 тең 0, x тең 1. Яғни біздің төбеміз 1-де 0 нүктесінде жатыр дегенді. Енді бұл параболаның төбесін біз салайық x, y, y жаздığında. Так, 1, 0 дегеніміз не мынау? Осы төбеде жатыр. Және де мына -3 деген коэффициент параболаның тармағы төмен қарайтындығын білдіреді. Енді осы 1-дің сол жағынан, оң жағынан 2 және 0 деген 2 мәнді береді есептейтін болсақ, x тең 2 болған кезде бізде y-тің мәні неше болады екен? -3 көбейтілген 1-дің квадраты. Бұл бізде -3-ке тең. X тең 0 болған кезде y тең -3 көбейтілген -1-дің квадраты. Бұл да -3-ке тең. Енді осы 1, 2, -3 осы мәндерді табатын болсақ, шамамен мына жерде қисықтау сызылыпты. Әдемірек болсын. Дұрыстап сызайықшы. X, Y. Яғни бізде міне 1 деген 0 нүктесінде төбесі жатыр. 2-ні береміз. 2-ні берген кезде 1, 2, 3, -3 төмен қарай. Міне 1 нүктесі. Және 0 берген кезде -3 мына нүкте. Осы 3 нүктені қосатын болсақ, бізде берілген y тең -3 көбейтілген x -1-дің квадраты деген параболамыздың графигі шығады. Тармағы төмен қарап тұр. Төбесі 1-ден 0 нүктесінде жатыр. Енді осы жаттығуларды сіздер түсінсеңіздер, мынандай есеп өз беттеріңізбен шығарып көріңіздер. Тармақтары қалай бағытталған, төбесі қайда жатқандығын комментарийға жазып кетіңіздер. Мысалы, -3 қосылған көбейтілген x + 2-ның квадраты. Екінші есептеріңіз y тең 2 көбейтілген жақшаның ішінде x - 2-ның квадраты. Үшінші есептеріңіз y тең 7 көбейтілген айталық x + 8-дің квадраты. Міне осы параболалардың тармақтары қалай бағытталған, жоғары немесе төмен, және төбелері қай жерде жатқандығын сіздер тауып комментарийға жазып кетіңіздер. Сабақ ұнаса сіз міндетті түрде біздің каналға тіркеліңіз, және де достарыңызбен осы видеомен бөлісіңіз. Енді келесі бір жаттығуды қарастырайық. Бұл жаттығу мынандай болсын. Бұл 5-ші жаттығу бізде. 5-ші жаттығу. Бесінші жаттығуымыз мынандай. Y тең x азайтылған 1-дің квадраты қосылған 1. Параболаның графигін сал. Графигін сал. Енді графигін салу үшін біз алдымен оны тауып алуымыз керек. Төбесін табайық. Төбесін тапқан кезде бағанағы сияқты мына x - 1-ді квадратын 0-ге теңестіреміз.
яғни бізде x минус 1 0-ге тең, x тең 1-ге. Яғни төбесінің OX өсіндегі абсцissасы 1-ге тең. Сәйкесінше, онда y-тің мәні бізде 0 қосылған 1 бізде 1 болады. Яғни төбесі 1-де 1 нүктесінде жатады екен. Енді осы параболамызды сызайық. X, Y, 1-де 1 деген мына нүктені таптық. 1-де 1. Және бұл парабола бізде симметриялы. Бұл симметрияны x тең 1 түзуінің бойы бойынша симметриялы екендігін білеміз. Және енді мына 1-дің сол жағынан және оң жағынан 2 мән берейік. 0-дегі және 2-дегі мәндерін берейік. 0-дегі мәнін беретін болсаңыздар, яғни бізде минус 1-дің квадраты қосылған 1, бұл бізде 2 болады. Y тең 2-дегі мәнін беретін болсаңыздар, 1-дің квадраты қосылған 1, бұл 2 болатындығын көреміз. Осы нүктелерді табыңыздар. Яғни мына жерде 0-де 1 деген нүкте болу керек. Мына жерде бізде 2-де 1 деген нүкте болу керек. 0-де 1 деген нүкте, 0-де 1 деген нүкте, 0-де 2, кешіріңіздер, 0-де 2, мына жерде 2-де 2 деген нүкте. 0-де 2 деген нүктелеріңіз мына нүкте. 2-де 2 деген нүктелеріңіз мына нүкте. Міне осы параболаны жалпы сызу үшін осы 3 нүктені білсеңіздер жеткілікті. Міне. Мынау y тең x минус 1-дің квадраты қосылған 1 деген параболаларыңыздың графигі шықты. Бұл 5-ші жаттығу. Енді 6-ші жаттығу. 6-ші жаттығу былай. Параболаны дәре қыстыра тұр. Y тең x, мысалы x минус 1 көбейтілген x, мына жерде көбейту қосылған 3 деген параболаның графигін сал. Параболаның графигін сал. Параболаның формуласы кейде осы түрінде де берілуі мүмкін. Бұдан біз мысалы x тең 1 болса, y-тің 0-ге тең екендігін көріп тұрмыз, және x тең минус 3 болса, y-тің 0-ге тең болатынын көріп тұрмыз. Яғни бұл нүктелер 1-де 0 және де минус 3-те 0 деген нүктелер бұл OX өсімен қиылысу нүктелер. Параболамыз, яғни 2 нүктеде OX өсін қиып тұр деген сөз. Енді төбесін тауып алайық. Төбесін тауып алу үшін мынаны кішкене түрлендірейік. Жақшаны ашатын болсақ, бірінші мына x-ті көбейтеміз. Мына 3x-ті 3x-ке көбейтеміз. Сонда x квадрат қосылған 3x минус 1-ге көбейтеміз, дәл сол сияқты. Минус x минус 3 болады. Сонда бізде x квадрат плюс 2x минус 3 болып тұр. Енді қараңыздар, мына жерде біз мына формуланы еске түсіруіміз керек. А қосылған b-ның квадраты деген қысқаша көбейту формуласында бұл а квадрат қосылған 2ab қосылған b квадрат деген формула бар. Енді қарасаңыздар, мына жерде x квадрат қосылған 2x дегенде осыған келіп тұр. X квадрат ол а квадраттың орнында тұр. Қосылған 2 көбейтілген x, b-ның орнында бізде 1 тұр. Сондықтан мына жерге ойланбай 1-дің квадратын қоса салыңыздар. Бұл жоқ дүние болғандықтан оны шегеріп тастаңыз. Мынау 1-дің квадраты минус 1-дің квадраты деген ол 0. Ештеңе өзгерген жоқ. Бірақ егер де сіз мына 3 қосылғышты бірге ұстайтын болсаңыз, сізде мына формула бойынша ол x қосылған 1-дің квадратын береді. Ал мынау минус 1 минус 3 деген бұл минус 4-ті береді. Сонымен сіздің параболаңыздың басқаша түрленген түрі x плюс 1-дің квадраты минус 4 екен. Біз бұдан мына x плюс 1-ді 0-ге теңестіреміз де төбенің абсциссасын тауып аламыз, минус 1-ге тең. Ал оның ординатасы, яғни 0 минус 4 минус 4-ті береді. Сонымен төбеміз о нүктесі деп белгілейтін болсақ, минус 1-де минус 4 нүктесінде жатыр деген сөз. Сонымен енді мынаның тармақтары коэффициенті 1 болғандықтан тармақтары төмен.
жоғары қарайтындығын білеміз. Енді ақырындап сызып көрелік. Төбеміз -1-де -4-те жатыр. Яғни -1, мына жақтан -4. 1, 2, 3, 4. -4 төмен қарай жүреміз. Міне екеуінің қиылысқан жері. Және де біз білеміз, мына x тең -1 бұның осьтік симметриясы. Ал қиылысқан OX пен қиылысқан нүктелерін біз тауып қойдық. 1-ден 0, -1-ден 0 дегеніңіз мына нүкте. Және де -3-тен 0 дегеніңіз мына жерден -2, мынау -3. Мына нүкте. Сонымен осы үш нүктені қосасыздар. Сонда сізде мына параболаңыздың графигі шыға келеді. Y тең неше болды бізде? Басындағы берілген. X -1 көбейтілген x плюс 3 деген параболаңыздың графигі шықты. Сізге осы сабақ ұнаса, лайк басыңыз, тіркеліңіз, және де достарыңызбен бөлісіңіз. Басқа да сұрақтарыңыз туындап жатса, немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, ұялмай пікір жазыңыз, сұрақ қойыңыз, біз сізге көмектесуге дайынбыз. Жақсы, сау болыңыздар.